Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын ары қарай талдауды жалғастырамыз. Әрине біз нешінші сұраққа келіп тоқтадық? Бұл 15-ші сұрақ. Балалар, біз ғалымдар бізде бір нұсқада кейбір кезде екі ғалым, кейбір кезде бір ғалым ол міндетті түрде келеді. Енді сендер білесіңдер ме? Ағылшынның математигі Харди деген кісі, немістің дәрігері Вайнберг деген кісі ол генотиптің таралу сипаты мен фенотиптің таралу жиілігін анықтайтын формуланы ұсынды. Ол формуланы Харди-Вайнберг формуласы деп атайды. Енді жазайық. Харди Вайнберг. Харди-Вайнберг. Харди-Вайнберг формуласы арқылы анықтауға болады. Бірінші Харди-Вайнбергтің формуласын қарайық. Харди-Вайнбергтің формуласы. Міне, осы Харди-Вайнбергтің формуласы арқылы біреуі дәрігер, біреуі математик. Осы формула арқылы біз нені анықтаймыз? Ол генотиптің таралу сипаты. Және генотиптің таралу сипаты және нені анықтаймыз деді? Фенотиптің сонымен фенотиптің таралу жиілігін анықтайды. Сонымен Харди-Вайнберг формуласы нені анықтайды балар? Жауап нұсқасы, дұрыс жауап нұсқасы генотиптің таралу сипатын. Генотиптің, фенотиптің таралу жиілігін анықтайтын формуланы Харди-Вайнберг формуласы деп атайды. Бұл 15-ші сұрақ. 16-ші сұрақ. Қауашақ жемісті өсімдік. Қауашақ. Қауашақ құрғақ жемістерге жатады. Жемістерді біз бөлген кезде шырынды жемістер және құрғақ жемістер деп атады. Осы құрғақ жемістерге қауашақ жатады. Осы қауашақ жемісті өсімдік. Бірінші арпа, бидай, тары. Бұл дән. Бұл өсімдіктердің жемісін дән деп атайды балар. Бақбақ, күнбағыс, дәнек кімдерде болады? Астық тұқымдастарында болады. Екінші бақбақ, күнбағыс. Бақбақ, күнбағыстың жемісін ол тұқымша деп атайды. Тұқымша. Бақбақ, күнбағыс деген қандай тұқымдас балар? Күрделі гүлдер тұқымдасы. Сонда күрделі гүлдердің тұқымдасы қандай жеміс екен? Тұқымша. Одан соң ас бұршақ, беде. Ас бұршақ, беде бұршақ тұқымдастарға жатады. Олардың жемісі бұршақ, қап. Келесі сасық, меңдуана, сүт деген. Міне қауашақ жемісті өсімдіктерге сасық, меңдуана, сүт деген жатады.
Келесі шомыр мен шалқан. Шомыр мен шалқан бұл орам жапырақтар тұқымдасы немесе шашыгүлдер. Бұлардың жемісі бұршақ қын болады. Сонда қауашақ жемісті өсімдіктер сасық, меңдуғана және сүттіген. Бұл 16-шы сұрақ. 17-ші сұрақ. 17-ші сұрақ былай дейді. Жалпақ құрт. Бізге жалпақ құртты сұрап тұр. Жалпақ құрттың өкілін сұрап тұр. Жалпақ құрт. Құрттар бұлар көп жасушалы, денесі 3 қабаттан тұратын жәндіктер. Біз құрттардың 3 типін білеміз. Жалпақ құрттар, жұмыр құрттар, буылтық құрттар. Енді осы жалпақ құрттарда қандай жалпақ құрттар нешеге бөлінеді балар? 3-ке бөлінеді. Бірінші, кірпікшелі құрттар. Өкілі не еді балар? Ақ сұлама, белая планария. Екінші, жалпақ құрттарға жататын қандай құрттар деп ойлайсыңдар? Естеріңе түсіріңдер, олар таспа құрттар. Ленточные черви. Таспа деген лента деген сөз. Таспа құрттардың өкілі сиыр жармасқақ немесе сиыр цепен. Үшінші балар, кірпікшелі құрттар бар, таспа құрттар бар. Үшінші сорғыш құрттар. Өкілдері не еді балар? Есімізге түсірейік. Сорғыш құрттардың өкілдеріне не жататын еді? Бауыр сорғыш. Есімізге түсті ме? Мысық сорғыш. Айыр дене. Таспаша сорғыш. Міне, сорғыш құрттар класына жатады. Енді жалпақ құрттар. Ішек сорғы. Аскарида. Ішек сорғы дегеніміз аскарида. Ол қандай құрттарға жатады? Ол жұмыр құрт. Жатпайды бізге. Бұл ешқандай нәрсені көріп тұрған жоқпыз. Дұрыс жауабын не? Құмқазар. Құмқазар дегеніміз бұл буылтық құрттар. Буылтық құрттардың ішінде көп қылтанақты құрттарға жатады. Шұбалшаң, дождевой червь. Бұлар буылтық құрттар. Буылтық құрттардың ішінде аз қылтанақты құрттарға жатады. Нерейда. Нерейда буылтық құрттардың ішінде көп қылтанақты құрттарға жатады. Бағана айттым, көп қылтанақты құрттар құмқазар және нерейда. Аз қылтанақты құрттар олар шұбалшаңдар. Немесе жауын құрты. Ал одан кейін үшінші буылтық құрттарға жатады, олар сүліктер. Ал енді бізге мына жерде ақ сұлама. Міне, ақ сұлама неге келіп тұр? Жалпақ құрт болып тұр. Міне, ақ сұлама жалпақ құрттың өкілі. Қайсының кірпікшелі құрттардың өкілі? Енді 18-ші сұрақ. Эритроциттер туралы. Эритроциттер бұзылады. Қайда бұзылады деп тұр. Эритроциттер дегеніміз қанның қызыл жасушасы. Оларда ерекше нәруыз гемоглобин болады. Есімізге түсіреге. Гемоглобин оттекпен қосылғанда оксигемоглобин болады. Есімізге түстік па? Ал енді ол иіс газымен қосылғанда карбоксигемоглобин болады. Ал көмірқышқыл газмен қосылғанда карбогемоглобин болады. Есімізге түсті ме? Осы эритроциттер қайда бұзылады дейді. Эритроциттер қанша күн өмір сүреді балар? 120 күн өмір сүреді.
120 күн. Қай жерде жасалады? Сүйектің қызыл кемігінде жасалады. Сүйектің қызыл кемігінде. Біз сүйекті өткен кезде айтқанбыз, оның қызметінің біреуі қан жасушаларын жасау дегенбіз. Сонда сүйектің қызыл кемігінде түзілді, 120 күн өмір сүрді, қайда барып ыдырайды. 120 күннен кейін қайтадан жасалады. Сүйектің кемігінде қайда ыдырайды. Енді жауап нұсқаларын оқиын. Асқазанда жоқ, өкпеде болмайды, бүйректе жоқ, сүйек кемігінде онда жасалады, бауырда. Сонда бұл ыдырайды. Қайда балар? Бауырда. Міне 120 күн өмір сүреді, одан кейін бауырда және плюс көк бауырда ыдырайды. Ал дұрыс жауап бауырда. Келесі. Баланың 19-шы сұрақ. 19-шы сұрақ. Баланың әр нәрсені білуге құмарлығы жоғары. Сұрақтар сатысы деп аталатын кезеңі. Біз постэмбриогенезден бастап бізде кезеңдер басталады. Ең бірінші кезең нәрестелік кезең. Ол 28 күнге дейінгі бала. Одан кейін емшектегі кезең. Емшектегі кезең 1 жасқа дейінгі баланы емшектегі бала дейді. Естіген боларсыңдар, әңгімелесіп отырған адамдарда емшектегі баласы бар екен деп. Ол 1 жасқа дейінгі бала. Одан кейін мектепке дейінгі сәбилік кезең. Ол 1 жастан 3 жасқа дейін. Одан кейін мектепке дейінгі естияр кезең. Ол 3 жастан 7 жасқа дейін. Одан кейін мектеп жасындағы кезең. Кәдімгі оқушы кезеңіз. 6-шы бұл жасөспірім. Жасөспірім дегеніміз переходной возраст дейді, өтпелі кезең, жасөспірімдік кезең. Одан кейін бозбала мен бойжеткен кезең. Бұларда 15-20 жаста қыз балаларда, 16-21 жаста ұл балаларда бозбала бойжеткен кезеңі болады. Одан кейін кемелденген кезең. Одан кейін мосқалдық кезеңі, қартаюдың басы. Одан кейін қарттық кезең, қарттық кезеңнен кейін ұзақ жасаушылар. 90 жастан бастап ұзақ жасаушылар дейді. Оларды зерттейтін ғылымды геронтология дейді. Геронтология ұзақ жасаушыларды зерттейді. Ал енді бізге айтады, осы баланың кезеңдерінде қай кезеңде балалар көп сұрақ қояды? Сұрақтар кезеңі деп қандай кезеңді атайды дейді. Әрине, бұл мектепке дейінгі кезең. Мектепке дейінгі кезеңді сұрақтар сатысы дейді. Сұрақтар сатысы. Міне, жауап қандай болды? Мектепке дейінгі кезең. Келесі 20-шы сұрақ. 20-шы сұрақ былай деп аталады. Биологиялық регрестің белгісі. Биологиялық регрестің белгісі. Балар, эволюцияда прогресс және регресс болады. Прогресс дегеніміз не? Прогресс дегеніміз алға, регресс деген кері кету, прогресс деген алға жүру. Сонда регрестің белгісі дейді. Ал енді таңдайық. Бірінші, таралу аймағының кеңею. Бұл прогресс, алға кету ғой. Таралу аймағы бұл өмір сүретін мекен жайын өзінің ареалы дейді. Ареалы кеңею, ол прогресс. Даралар санының артуы, прогресс. Түрдің жаңа ортаға бейімделуі, прогресс. Жаңа түрлердің пайда болуы, прогресс. Сонда бұл жерде дұрыс жауап даралар санының кемуі. Сонымен даралар санының кемуі, ареалдың тарылуы, бұлар регрестің белгілері. Прогресс емес, регрестің белгілері. Сонымен регресс не болды балар? Регресс даралар санының кемуі.
Міне, даралар санының кемуі регрестің белгісі. Сонымен балар, біз 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші, 19-ші, 20-ші сұрақты талдадық. Бұл талдау сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сұрақтарды талдағанға дейін сол кезге жеткенге шейін сау болыңдар.